Балау саған. Сөзің аузында тек қана әсем, шынымен де байыз жігіттерге лайықты. Оны қорғап жүре алатын. Өзі нәзік, аңқау, сондай барлығын мен есеп кеткім келмейді. Бұны пайдаланғысы келіп, андай бір аузын ашып болады ғой. Негізі байқағаным сондай аңқау, ақ көңілді. Мен де сондаймын ба деп кейде бір ойлап қоямын. Негізі әсемді қорғауға шамам жетеді. Ешқандай, ешқаяқтан сырт көзден, тіл көзден, бәрінен. Сақтаймын бәрінен дейсіз. Ринат, сөзіңізді аяқтайын. Мен просто андай ғой. Қандай ғой? Қазір бақытты болып отырсың. Бірақ ат селі бір 10 күн шығар. Одан кейін сен де сағың сынады ғой, Расулдың сағы құсап. Ол дейтін сөйлеспейді деп тұрсың ба? Ол бұрынғы несімен қайтадан сөйлеседі. Ол қайтадан болады. Жарайды. Просто осы сөзіңді... Просто әділет сен просто андай деп отырсың ғой, сен өз өзіңе 100% уверен болып отырсың. Мен просто саған айтарымша, өз өзіңе 100% уверен болма. Просто қандай жағдайда болса да, не болса да соның бәріне дайын жүріс дегім келеді, болды. Жарайды. Бұжай, жан ашитын кісі ретінде мен сені қатты сыйлаймын. Таныстық қалай болады екен, мысалға мен айтып отырмын ғой, әсемді жаңа қылықтарымен дальше мысалы сөйлесу барысында біз особо көпте сөйлескен жоқпыз. Дальше больше егер де жақсы болып жатса, мен де қуаныштымын. Бірақ енді әсемге де жаңағы уәде бере аламын, жылатпауға тырысамын. Жылатпаймын да. Зарина, енді мына жерде таныстық басталуына басталсын, бірақ әсемге бір нәрсе айтқым келіп отыр да. Есіңде болса, Айгүлге дәл осылай сөз салған болатын, Пучокше, мен сені жылатпаймын, мен сені бәрінен қатты жақсы көрем, сен үшін жобаға келдім. Қазір сол сөздердің барлығы жел болып ұшып күліде қалмай тұр да. Өкінішке орай. Сол себепті енді бір емес, Расулды да көрдің, мысалы, көңіліңді қалдырды, сені алам деген жігіт, соңында саған қандай сөздер айтып жамандап кетті да. Сол себепті қатты сені бір жүрегімен кірісіп кетпек қой деп ойлаймын. Бұл таныстықтан көңілің қалып кетпесіне кім кепіл, мысалы, дәл аяғы осындай тәтті болатына, сондықтан. Мен айтып жатқан жоқпын ғой, сезім болып кетеді, мына жерде енді жұп болып кетеміз, барлығы жақсы болып кетеді деп, просто танысып көрейік деп жатыр. Ақерке. Бірақ нәрсе. Баласы ханым, бағаннан бері қолын көтеріп отқам ғой. Негізі құттықтаймын, құттықтағым келіп отыр деп. Рахмет. Негізі расымен де әсем маған айтып қалған болатын. Негізі білмеймін, енді әділеттен мен кішкене бірдеңелер байқаймын. Енді білеміз ғой, біз ер азаматтың бір қырындағанын деген сияқты. Байқаймын, бірақ мен негізі мен айттым да, саған сөз салып, сондай дүниелер болып жатса, сенің жауабың қандай болады, негізі деген ойланасың ба деген сияқты қылып мен айтқанда, мен негізі сұрағым, сен Расулды ұмыта алдың ба деген сияқты қылып басталып, сонымен әңгіме осылай әділет болып кеткен болатын. Ол кезде әсемнің айтқаны, мен единственный бір түрлі болатын момент, ол андай сияқты, мен әділетті адам ретінде өте қатты дәрежеде енді жақсы адам екенім сенімім мол, бірақ сонда да бір басқа адамды енді Айгүлді бір қызғандыру үшін, Айгүлдің бір көзіне қарасайшы деп түсу мақсатында да сондай болып қалып, ертең күні мен үшінші адам болып қалудан негізі қорқам деп айтқан сияқты айтқан болатын да маған. Бірақ енді білмеймін, ал әділеттің өзімен сөйлескен кезде әділет маған енді айтқаны не деп айтты, шынымен де негізі менің көңілім кәдімгідей суып қалды. И мен түсіндім, что халықтың да жаңағы хейт бар, басқасы бар, сен Айгүл мен Тәуіржанның арасына кіріп, жаңағы быт-шыт болдың деген сияқты әңгімелеріне байланысты менің да уже бетім қайтып қалды. Негізі халық айтса қалып айтпайды ғой деген сияқты қылып әңгіме айтты да. Бірақ бұл жерде екеуінің таныстығынан бөлек бір қуантарлық бір жайт деп айтсам да болады. Енді зато Айгүл мен Тәуіржанның таныстығына ешқандай қатысы болмайтын болады, ешқандай кесір тимейтін болады. Сондықтан енді таныстық алаңы болғаннан кейін екеуі де ештеңе обещать етіп отырған жоқ, бірақ енді қайырлысы болып кетсін деген. Баласы ханым, енді әділет туралы мен ештеңе айта алмаймын, бірақ әділет маған сәл түсініксіз персонаж негізі, бірақ әсемге келетін болсақ, мен түсініксіз, мүлдем түсініксіз да, сонда адамдық құндылық деген нәрсе қалай болып кетті, сонда соншалықты жеңіл қарайтын болып кеттік па? Өткен аптада ғана сен Расулмен қайта өзің татуласып аласың да, атасының бейітіне барып тұрасың да, сезімім бар деп звонокпен әңгіме айтасың да, содан кейін тұрасың да, екі рет танысқа түсіп үлгересің. Не деген аумалы төкпелі. Енді не істейме, Расулдың артынан жүгірейін ба? Жоқ, мен саған Расулмен тастамашы деп Әсем тыңдап алайықшы. соңына дейін тыңдап алшы, өтініш. Адамдық құндылық деген ол қандай болады? Өзің сезімдердің құнын білгенде адам сол сезімдерді бағалағанның арқасында шешімдерді асықпай қабылдайды. Ал сенікі ұшқалақтық және балалық болып тұрғаны деп ойлаймын болды. Бұл таныстықтың арты мен ұзаққа барады деп мен де ойламаймын, бірақ бақытты болып кетсеңдер өзімнің қателескеніме қуанышты боламын. Мен жалпы Әсем жауап бересіз ба Оразғалиға? Баласы ханым, мен осы жерде айтқан болатын, мен бір адамды жақсы көремін де тез, ұмытуым да тез деп. Ол жерде енді Расулдың таныстықты тоқтатып, мына жерде келмей жүргеніне барлығына мен кінәлі емеспін. Менде ол кісіге де ештеңе жоқ болды.
Садәулет. Мен қыз баласына ауыр пікір айтқым келмейді, бірақ та әсем соған лайықты болып тұрсың. Маған деген сыйластығыңды білем, бірақ та өте бір төмен бір кәдімгідей дәрежеде сондай қылық істеп отырсың. Кәдімгідей мен жігіт айтайыншы, мен кәдімгідей нервім ауырып отыр мына тірлігіңе ше. Неге? Просто неге мен айтам. Просто мен жаңа отырған кезде айттым. Асем, уақыт сал дедім. Мен хорошо, мен ұпаның, мен де жігіт ретінде ешкім жоқ деген ответ алғысы келмейді. Бірақ мен қыз баласының артында әңгіме қалады да осындай. Просто менің ұпаның артында ешнәрсе қалмайды. Мен еркекше оны түсінемін. Просто Асемнің артында қалады. Бұл Расулмен тақырып шығады, ортада болады да. Расулмен сыртқа шығып кездеседі, Ақтөренің әлі әңгімесі бітпеген, ортаға ұпаға я дейді. Бұл қалай? Мен просто түсінмеймін да. Сонда қыз деген құндылық қайда? Неге өздеріңді биік бағаламайсыңдар, қыздар? Мен жалпы айтайын да, мен баған алып беріп айтып отырмын. Мен қарындасым, осылай, мақұл. Иә, екеуміз сыртта жақсы сөйлесеміз. Әсем, бірақ қыз ретінде өзіңді бағаласаң болады ғой. Еще айтасың қыз балдарға. Мен ондай арттарынан бүкіл ұл балаға типа бәріне бетіп болып беретін қыз сияқты ойламаңдар дейсің да. Ал істеп отқан тірлігім мынандай бүкіл халықтың алдында. Мен қалай Сатик. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.